Қайырлы кеш, көз қарақты көрермен, эфирде ақшам алаңы бағдарламаның жүргізушісімен Әйкерім Ердәулетқызы. Бүгін біз даңқты спортшы Денис Теннің мезгілсіз қаза болуынан кейін жұртты алаңдатқан қауіпсіздік тақырыбы хақында әңгіме өрбітпекпіз. Анығын айтқанда, алматылықтардың полицияға деген сенімі қандай, тұрғындарға травматикалық қару беру қаншалықты дұрыс шешім. Осы және өзге де сауалдарға жауап алу үшін студияға қонаққа қоғамдық кеңестің мүшесі Дәурен Бабамұратов мырзаны шақырдық. Дәурен аға, қош келдіңіз. Қош көрдім. Өзіңіз білесіз, кеше қоғамдық кеңесте шұғыл жиын өтті. Сіз де өзіңіз сол жиынға қатыстыңыз. Ең басты қаузалған тақырып алматылықтардың қауіпсіздігі болды. Жалпы қалай ойлайсыз, полицияға қазір жұрт сенеді ме? Енді барлық нәрсеге дәлел ретінде статистика көрсетуге болады. Өкінішке қарай, бүгінгі таңда Алматы қаласының ішкі істер құрылымдарының статистикалық көрсеткіштері мәз емес. Олардың әртүрлі ақпараттарға сүйенетін болсақ, жалпы кеше өздері де айтып жатыр, бүгінгі таңда мынау қылмыстардың толыққанды зерттеліп, олардың ашылуы 30%-дан аспайды екен. Яғни кейбір деректер бойынша тіпті ол 10%-ның төңірегінде ғана. Яғни ең күшті деген күннің өзінде әрбір 3 қылмыстың біреуі ғана ашылады, ал енді басқа жанама деректерге сүйенетін болсақ 10 қылмыстың біреуі ғана ашылады. Оның ішінде өткен жылы қателеспесем 45 мыңға жуық ұрлық жасалған екен. Оның ішінде нақты ашылғандардың саны 10%-ның төңірегінде ғана, мен қателесу мүмкін, бірақ та осының айналасында. Яғни бұның барлығы не деген сөз? Бұның барлығы шын мәнісінде бүгінгі таңда мынау әсіресе ұрлық және осыған ұқсас қылмыстың түрлері өкінішке қарай бізде толыққанды ашылып жатқан жоқ. Яғни бұл жерде көрсеткіштер, мынау полицияның көрсеткіштері өте төмен. Сондықтан бұның өзі халықтың оларға сенімі қаншалықты дұрыс не бұрыс дегендігінің бірден бір дәлел ретінде, айғақ ретінде көрсетуге болады. Жалпы ұрлық жасағандарға жазаны қатайтып, тұрғындардың қолына травматикалық қаруды ұстауға рұқсат беру қаншалықты дұрыс шешім деп ойлайсыз? Мен өз басым қарсымын. Себебі халықтың қолына тапанша беріп, біз жағдайды түзей алмаймыз. Себебі тапаншаны ең бірінші кім алатыны белгілі. Осыған дейін де травмат дейміз ғой, жеңіл жарақат жасайтын тапаншаның түрі, ол енді алыстан атсаң жеңіл жарақат, жақыннан атсаң ол кәдімгі ең ауыр суық қарудың бірі. Сондықтан осы тұрғыдан келетін болсақ, сол травмат ұстап кезінде осы оған толыққанды шектеу қойылғанға дейін сол травматты күндізде, түнде де, түнгі клубта да, кафеде де, тағы басқа жерде де көрінгеннің бәрін атып, қолында ұстап жүрген тағы көрдік. Сондықтан бұл дегеніміз шешім емес. Ең бірінші, егер де біздер қазір халыққа қару ұстауға рұқсат беретін болсақ, ол қаруды ең бірінші қылмысқа жақын, қылмыс жасап жүрген, қылмыс жасауға дайындалып жүрген азаматтар алатыны анық. Қарапайым халық сізде бізде қару ұстауға рұқсат берді екен деп қолымызға бір тапаншаны ұстамасымыз анық. Сондықтан бұл деген енді айтқанға жеңіл, бірақ та іс жүзінде егер жүзеге асатын болса өте қауіпті тенденция. Өз басым халыққа қару беруге қарсымын. Ал мынау ұрлық жасаған азаматтарға жазаны қатаңдату мәселесін қаншалықты жіті қолға алу керек деп есептейсіз? Бұл мәселе осыған дейін де қоғамда талай рет талқыланған. Яғни айран ішкендері құтылып, шелек жалағандар тұтылып жатыр. Бір қой ұрлап, бүкіл тағдырын бұзып 10 жылға түрменің түбінде жүріп жүргендер қаншама, немесе бір реттік кішігірім әбестік жасап, қала берді біреудің жағасынан тартып көйлегін жыртқаны үшін 5 жылға 7 жылға сотталып кетіп атқандар көп. Бұның барлығын бізге гуманизация қажет. Бізге жаппай шалыс басқан адамның барлығын түрмеге жібере беруге болмайды деп қоғамның өз шулаған болатын. Содан енді бүгінгі қалыптасқан заңдар келді. Яғни сен келтірген зияның 100 мың теңгеден көп болмайтын болса, онда сені өкіметтің қамауға құқы жоқ. Деген секілді бізде осындай заң гуманизацияланды. Бірақ дәл қазір осы жағдайдан кейін барып қайтадан заңды қатайту керек дегенде ұсыныстар өте көп айтылып жатыр. Бұл жерде бір жақты жауап беру қиын, барлығын қарау керек. Бұл жерде өте көп жауапкершілік мынау соттың мойнында. Себебі мына тіптен ішкі істер органдарының құрылымдарының да азаматтар келген кезде үнемі бізде қоғамдық кеңестің алдында есеп беріп отырды, үнемі айтатыны
біз жандай істің ақ қарасын анықтай алмаймыз, бар нәрсенің қағаздың бетіне түсіріп сотқа жібереміз, ары қарай сот шешім қабылдайды дейді. Ал енді сотта отырған адамдарға қатысты, олар жаңды әрбір адамның тағдырына қатысты дұрыс, яғни барынша дұрыс, барынша оңтайлы шешім шығаруға тырысу керек. Сондықтан бұл жерде бүгінгі таңда міне осы оқиғадан кейін қайтадан заңдардың бәрін күшейтейік, қатайтайық, жаңдай қалам ұрлағандарды да қайтадан 3 жылға, тауық ұрлағандарды 4 жылға, қой ұрлағандарды 5 жылға соттайық, немесе жандай біреудің жағасын жыртқандардың бәрін қайтадан 7 жылға, 8 жылға соттайық, олар ауыр қылмыс жазады деп қайтадан айтатын болсақ, тағы да қаншама баланың тағдырын бұзарымыз анық. Сондықтан бұл жерде асығыс үстіртін шешім қабылдауға болмайды, барлығын саралап қарау керек. Жалпы полицейлердің жалақысы мардымсыз болғаны, олардың жұмыс барысында белсенділігін төмендетуге себеп деп айту жалпы ақылға қаншалықты қонымда? Айталық ол кісілердің жалақысын көтерген күннің өзінде де қоғамда бір керемет бір өзгеріс болып кетуі мүмкін бе? Қалай ойлайсыз? Менің ойымша мәселе жалаққа тіреліп тұрған жоқ. Шартты түрде 120 мың, әрине жалақы бәр адам үшін маңызды, барлығымыз жалақы жұмыс жасаймыз, ол деген әрбір адам үшін барынша маңызды. Бірақ та шартты түрде егерде біз тек қана полиция қызметкерлерінің жалақысын өсіріп, одан басқа қоғамға қызмет жасап жүрген мұғалімдер, дәрігерлер, төтенше жағдай қызметкерлері бар, әскерилер бар. Мынау мемлекеттік қызметте соның ішінде мысалы әкімшіліктерде, аудандық, ауылдық әкімшіліктерде жұмыс жасап жүрген азаматтар бар. Су, орман, тоғайды қорғап, табиғатты күзетіп жүрген азаматтар бар. Яғни бұлардың барлығының жалақылары бір-біріне жандай пропорционалды бір-біріне сәйкес өсіп отыру керек. Сондықтан бұл жерде тек қана мына ең маңыздысы полицейлер екен, бұлардың жалақысын өсірейік те ғана қалғандарын өсірмейік деуге болмайды, барлығын бірдей көтеру керек. Бірақ та салыстырмалы түрде мынау соңғы бірнеше жыл болды, мынау құқық қорғау органдарында, соның ішінде мынау жандай ішкі істер министрлігіне қарасты құрылымдарда әжептәуір бір қатар әлеуметтік жеңілдіктер қарастырылған. Қателеспесем, олардың жандай тұрғын үй мәселесі. Яғни сенің баспанаң жоқ болатын болса, үкімет сенің жалға алған баспанаңның ақшасын төлеп беруге дайын. Басқа мектепте де, дәрігерлерде де, жандай немесе әкімшілік қызметкерлерінде де ондай жеңілдіктер жоқ. Дәл сол сияқты жандай осыған ұқсас бірнеше дүниелер бар. Әрине бұл жерде енді тек қана жалақымен мәселені шешуге болмайды. Бұл деген барлығы қатар жүретін дүние. Осы мәселенің шешімі тек қана жандай ішкі істер құрылымдарында жұмыс жасайтын азаматтардың жалақысын көтерумен шешілмейтін анық. Бұның барлығы бірлесіп жүретін дүниелер. Жалпы егерде әрине мемлекетке қызмет етіп жатқан азаматтардың барлығының жалақысының көтерілгенін қолдайтын, құптайтын азаматтармыз. Бірақ та тек қана жалақыға тіреліп қалған емес бұл жерде мәселе. Бұл жерде салыстырмалы түрде басқа жаңа дүниелермен алып қарайтын болсақ, жандай әскери, жандай ішкі істер құрылымдарында жұмыс жасайтын азаматтарға қатысты тағы да ең негізгі кезек күттірмейтін атқарылатын шаруалар өте көп. Бұл дегеніміз ең бірінші қандай мәселе? Жалақыны өсірмес бұрын жандай нені көрсеткіштерді көбейту керек. Ал енді осыдан кейін барып біздің қызметкерлердің жалақысын өсірейік. Жақсы жалақы алайық деп айтса әдемі. Ал қазіргі таңда жандай негізгі көрсеткіштер төмендеп бара жатқан жағдайда халықтың жандай ішкі істер құрылымдарына деген көзқарасы жандай онша емес болып тұрған кезде бұлардың қайтадан демей қойық, бірақ та бұл азаматтардың жалақысын көтеру бұл негізгі шешім емес. Бұл керісінше кері эффект беруі әбден мүмкін. Кеше сол қоғамдық кеңесте құзырлы орган қызметкерлерінің жалақысының мөлшері айтылды ғой. Қазір айтып өтсеңіз, қандай ең аз дегенде қолға енді әріптестер айтып жатты, опералар дейді ғой, қолына 120 мың айлық алады деді. Енді бәр нәрсе салыстырмалы. 120 мың теңгені көп дей алмаймыз. Әрине опер болғаннан кейін отбасы бар, бала шағасы бар, күнімен түнімен жұмыс жасайды ол азаматтарда. Оның үстіне ол азаматтардың қызметінің қиындығы тағы да бар. Себебі ол жерде барлығын салыстырмалы түрде қарау керек. Жандай өлім мен өмірдің арасында жүреді, күн мен түннің ортасында жүреді. Олар үнемі проблема қарайды ана жерден. Күнде сен барған тексерген, іздеген жеріңнің барлығында біреудің ауыр тағдыры, біреудің қылмысы, біреудің өмірі, біреудің өлімі қала береді. Сондықтан соның бәрі жүрген кезде әрине оңай емес. 120 мың теңге дегенде көп емес. Мүмкіндік болса әрине өсіру керек. Бірақ тек қана ішкі істер құрылымдарының жалақысын өсірейік деген болмайды. Барлығы пропорционал түрде ептеп өсу керек. Бірақ ең бастысы бұл көрсеткіштерді арттыру керек.
Және де бір нәрсені түсіну керек, мынау ішкі істер құрылымдарына адам баратын азаматтардың көпшілігінде біз ішкі жаңағыдай патриоттық сезімі ерекше, мынау обостренное чувство справедливости дейді ғой, бір әділеттілікке бір жақынмын деген азаматтар барады деп есептелінеді негізден. Міне сондай азаматтарды көптеп тарту керек. Әрине, қала берді құрылымның өз ішінде де мынау өсу мәселесі, яғни карьералық өсу мәселесі, әділеттілік мәселесі, өзара көмек мәселесі, өзара жаңағыдай бір корпоративтік этика мәселесі, бұның барлығы жаңағыдай дұрыс жолға қойылу керек. Содан кейін барып жалақы мәселесі, басқа мәселесі де өзі-ақ келеді. Ал қазіргі жағдайда ішкі істер министрлігінде біз білеміз, өткенде ғана Таразда екі қызметкер бір-біріне қол жұмсап, одан басқа соған ұқсас жаңағыдай ведомствоаралық демейік, бірақ ведомство ішілік жаңағыдай бір өзара айғай-шу, төбелес, немесе жаңағыдай бір мәселелерді анықтау, соның төңірегіндегі осыған ұқсас даулар мойындау керек ішкі істер министрлігінде көбейіп кетті. Яғни осының бәрін реттеп, жөнге келтіріп, дұрысты жолдарға қойып, жаңағыдай көрсеткіштерді арттырып, одан кейін барып жалақыны өсірейік десе, бұл әдемі болушы еді. Қазір түн тұрмақ, тал түстің өзінде қаламызда қылмыстың болып жатқаны анық. Соңғы жағдайды өзіңіз де жақсы білесіз. Осы ретте жаңа өзіңіз айтып кеткен статистика қайтып оралатын болсақ, адам шошытатындай статистика болып отыр, бірақ осы біздің қалада орнатылған бейнекамералардың санының аздығымен және сол бейнекамералардың кейбіреуінің істен шығып қалуы дәл осы қылмыстың бетін ашуға кедергі келтіріп жататын тұстары болады ма мәселен? Сол мәселені, бейнекамера мәселесін мықтап қолға алатын болсақ, мүмкін тергеушілердің қылмыстық мәселелерді ашуына бірден бір ықпал етеді емес пе? Қалай ойлайсыз? Қателеспесем, мынау қаламыздың әкімі Бауыржан Қыдырғалиев халықпен соңғы кездескен кезде осы мәселені айтқан болатын, яғни қауіпсіздік мәселесіне жаңағыдай оңтайлы әсер ететін бірден бір фактор бұл қаланың жаппай бейнекамерамен жабдықталуы деп. Сондықтан әрине қазіргі таңда бүкіл Алматыны әлі толыққанды және бейнекамералармен жабдықтау мүмкін болмай отыр, бірақ та алдағы уақыттың еншісіндегі дүние деп өзім ойлаймын. Жалпы бұл дұрыс практика. Бейнекамералар, бейнебақылау қажет. Кешегі қылмыстың өзінде де көріп отырмыз, өте сала жаңа жігіттердің бет бейнелері жаңағыдай жақын маңда камераларға түсіп қалған. Егер де ол камералар болмаған болатын болса, халықтың бойында мүлдем басқа күдіктер болушы еді. Ал шынымен осылар өлтірді ма? Шынымен осылар кінәлі ма? Оларды қайдан ұстап алдыңдар? Сол жерде жүрді ме, жүрген жоқ па деген секілді сұрақтар бұдан да көп болады. Яғни дәл осы қылмыстың өзінде де біз бейнекамералардың жаңағыдай оңтайлы әсерін көріп отырмыз. Білуімше, сіз Грузия мемлекетінің ішкі және сыртқы саясатын біраз зерттегенсіз. Осы ретте сол мемлекеттің ішкі істер министрлігіне қатысты орын алған өзгерістерге тоқталып кетсеңіз мүмкін. Біздің мемлекетте мүмкін сондай бір жүйені өзгертетін жаңа бір тың идея керек пе? Енді өзім Гүржітанушы емеспін. Ел қатарлы жұрт Гүржістан туралы не білсе, мен де соны білем. Сондықтан бірақ мамандығым саясаттанушы болғаннан кейін барып, алыс жақын шетелдегі елдерде не болып жатқандығын, онда қандай өзгерістер барын қарап бақылап отыратынымыз тағы бар. Енді Гүржістанға келетін болсақ, ол жерде үлкен жаңа ішкі істер құрылымдарында өзгерістер болғанын білеміз. Енді ол жақта ең негізгі екі қадам қабылданған болатын, осы әйгілі жаңағыдай ішкі істер реформасы жасалған кезде біріншіден олардың жалақысын көтерді, өте жақсы көтерді жалақыларын. Бұл бірдеңіз, халықтың жалпы басқа саладағы азаматтардың жалақысы төмен бола тұрғанда ең бірінші құқық қорғау органдарында, соның ішінде ішкі істер министрлігіне қарасты жұмыс жасайтын азаматтардың жалақысын жақсы көтеріп тастады. Бұл бірдеңіз. Екінші, қанша адам бар ішінде басым көпшілігін жұмыстан шығарды дағыны, яғни жұмысқа қабылдауды жаңа жүйемен іске асыра бастады. Біздің нақтылықта солай жасауға болады ма деген сұрақ, бұл қазір қоғамда көп айтылып жатыр. Біздің нақтылықта енді біз Гүржістан емеспіз. Гүржістанда жағдай мүлдем басқаша болған. Гүржістанда мынау криминалитет дейміз ғой, мынау ұйымдасқан қылмыстық топтар өте күшті болған, өте қатты қарулы болған. Мынау ұйымдасқан қылмыстық топтар жаңағыдай ішкі істер құрылымдардан анағұрлым күштірек болған. Сондықтан бұл жағынан Қазақстан мен Гүржістанды салыстыруға келмейді. Әрине бізде де ұйымдасқан қылмыстық топтар бар, бірақ дәл Гүржістандағыдай емес. Бұны бірдеңіз. Екінші, жалақы мәселесі. Оған қатысты жаңа мен өзімнің ойымды айттым.
жалақы мәселесін тек қана ішкі істер министрлігінің қызметкерлерінің бірден жалақысын көтеріп, көтеріп тастағанмен жағдай бірден түзеліп кетеді деген тағы не. Үшінші, яғни Гүржістанда 3 өзгеріс болды. Бірінші, бірден жалақыны көтерді. Екінші, бүкіл азаматтардың, ішкі істерде жұмыс істейтін адамдардың бәрін жұмыстан шығарды, басым көпшілігін жұмыстан шығарып, қайтадан басынан бастап жұмысқа қабылдай бастады. Үшінші, халықпен ішкі істер басқармасының арасындағы, былайша айтқан кезде, шекараны жойды. Олардың отыратын жерінің барлығын шишадан жасады. Әйнектен былайша айтқан кезде олардың офистерінің есігін ашық қылды. Яғни кез келген адам кез келген уақытта келіп өзінің арыз шағымын жасай алады деген секілді. Үшінші, енді ішкі реформалар. Ал енді Қазақстанның нақтылығына келетін болсақ, біріншіден жалақы мәселесін жаңа мен айттым осыған дейін. Екіншіден, Гүржістан мен Қазақстанның нақтылығын салыстыруға келмейді, бұны екі деңіз. Үшінші үлкен мәселе, бізде енді іле-шала бүкіл ішкі істер құрылымдарында істейтін адамдардың барлығы нашар екен, жаман екен деуге тағы болмайды. Мен тек басшылықты айтып отырған жоқпын, жалпы бүкіл қызметкерлерді айтып отырмын. Бүгінгі таңда Қазақстанның нақтылығында олардың барлығын жұмыстан шығарып, басым көпшілігін қайтадан жұмысқа қабылдайды дейтін болса, қаншама ішкі істер құрылымдарында осы уақытқа шейін жұмыс істеп, күндіз отырмай, түнде ұйықтамай, абыроймен елдің ұйқысын күзетіп жүрген азаматтар да бар. Олардың да абыройы бар. Бүгінгі таңда ішкі істер органдарында олар да жұмыс істеп жүр. Сондықтан барлығын бірден жұмыстан шығарып, басым көпшілігін қайтадан қабылдаймыз деген менің ойымша бір жақты дұрыс шешім емес. Бұл жерде де қарау керек. Қайткен күннің өзінде тазалау керек дейсіз ғой, бірақ әрине тазалау керек. Кеше біз қоғамдық кеңесте де осы мәселені айттық, оңай жағдай емес. Бұл жерде біз айтпай-ақ өзі сол салада жұмыс істеп жүрген адамдар өздерінің ішкі саралауынан кейін-ақ нәтиже шығарып жатады көп елдерде. Сондықтан бұл жерде қоғамның да, халықтың да талабы заңды. Қоғам мен халық басқа не талап етеді? Біздің талап ететініміз, яғни онда басшылық ауыссын егер жұмыс жасай алмайтын болсаңдар деген секілді қоғам мен халықтың талабы бұл дұрыс. Ал енді ары қарай қандай шешім қабылдамаса да, шешім қабылдаған адам жүйенің дұрысталуына жауап беру керек. Сіз айтып отырған жағдай, енді Денистен де айтып отырсыз ғой. Жалпы дәл осы көліктің айнасын ұрлау мәселесіне келетін болсақ, тәуелсіз сарапшылардың пікірінше бұл ондаған жылдан бері Алматыда қалыптасып қалған бір бизнес түрі дегенде айтады. Осы ретте сол сатушы мен сатып алушының арасындағы жүгіріп жүретін делдалдар мәселен, оларға қалай тосқауыл қоюға болады? Қайткен күнде де осы көліктің құрылғыларын ұрлайтын көбінесе жасөспірімдер болып тұр ғой, былайша айтқанда. 30-дан асқан жігіттердің көбісі бара бермейді мәселен. Сұрағыңызды түсіндім. Не істеуге болады? Біріншіден, бұл бастапқыда жасөспірімдер болатын. Бүгінгі таңда автокөліктің құралдарын ұрлап, оны саудалау үлкен бір жүйелі қылмыстық бизнеске айналған. Біз кеше осы қоғамдық кеңестің біршама мүшелерімен, Айдос Сарым ағамызбен, Құсман Кәрімұлы Шалабаев ағамызбен қаланың ұрланған заттарын сатылатын немесе көліктің ескі құралдарын сатылатын базарлардың бәрін аралап шықтық. Жағдай өзгермеген. Яғни кез келген автокөліктің кез келген бөлшегі не қазір бар, ескісін айтып тұрмын мен. Немесе сұрасаң тауып береміз дейді. Енді қалай тауып беретін белгілі ғой. Кімдерге тапсырыс беретін тағы белгілі. Яғни бұл жүйелі қылмыстық бизнеске айналған. Және бұндай жүйелі қылмыстық бизнестің қалыптасуы бір күнде бола қоймайды. Бір жылда да бола қоймайды. Бұл 3 жыл, 4 жыл, 5 жыл бойы оған жағдай жасаған кезде ғана бұндай бизнес қалыптасады. Және өкінішке қарай осындай бизнес қалыптасып тұр. Бұны жою үшін не істеу керек? Біз кеше өзіміздің ұсыныстарымызда, рекомендациямызда қоғамдық кеңестің атынан жаздық. Қандай қадамдар жасалыну керек? Біріншіден, әрбір алынатын да сатылатын да заттың есебі болу керек. Сен шартты түрде базарларға барсаң, автокөліктің моторын да сатуға дайын. 3.000, 4.000, 5.000 долларда бағасын айтып тұр. Құжаты бар ма? Құжаты жоқ дейді. Қазір оны құжатын тексермейді. Қайдан алдың бұл моторды? Шетелден алып келдім дейді. Құжатпен алып келдің ба? Қандай құжат керек саған? Саған мотор керек па, құжат керек па дейді. Бізге мотор керек. Онда ақшаны төледі алып кете бер дейді. Көрдіңіз ба? Бұл тек моторға ғана қатысты емес, автокөліктің бүкіл
басқа да құралдарына қатысты. Алматыда 600 мыңнан аса автокөлік бар. Автокөліктер бұзылады, сынады, сондықтан оларға қатысты жандай құралдардың қажет екендігі және бұл нарықтың өте ауқымды екендігі о бастан белгілі. Әрине, оның шетінен содан кейін жайлап криминал бұның қасына келіп алды, дендеп кіріп алды, енді өзінің жүйесін құрып алды, енді соның салдарын ғана біз көріп отырмыз. Бұны бұзу үшін не істеу керек? Бұны бұзу үшін жаңағыдай ішкі істер құрылымының, қалалық ішкі істер құрылымының басым, батыл қадамдар қажет. Жаңағыдай бұны құрықтау үшін, және бұл тек қана ішкі істер құрылымы ғана емес, мысалы қалалық кәсіпкерлік басқармасы да бұған тікелей араласу керек. Себебі және үшінші мәселе, бұл жерде жаңағыдай кәсіпкерлердің құқығын қорғайтын атамекен палатасы да араласу керек. Себебі анау сатушылардың арасында адал жұмыс істеп отырған сатушылар да бар. Олардың мүддесі тапталып қалмау керек. Яғни әрбір адамға индивидуален жеке қарап мәселені шешуге кірісу керек. Бұл ауыр, терең, жаңағыдай үлкен күшті талап ететін, жаңағыдай үлкен жинақылықты талап ететін, үлкен ыждахаттылықты талап ететін жұмыс. Және қазіргі таңдағы ең негізгі сұрақ соны істейтін, осының барлығына көнетін ыждахаттылықпен, үлкен бір намыспен, жігермен, ананың ішіне кіріп, әрбір адамның жаңағыдай тағдырына қарап отырып, шешім шығарып жұмыс істейтін адам бар ма? Осы сұрақ қазір ең маңызды. Егер полиция түзелмей жатса, көрсеткіш оңбай жатса, сіздер қоғамдық кеңестің мүшелері не істей аласыздар? Негізінен халық, менің ойымша, әрқашан полицияға сену керек. Сенбеске болмайды. Әрбір қоғамның іргесін ұстап тұратын ол тәртіп сақшылары. Сондықтан тәртіп сақшыларына біздер сену керекпіз. Оларға деген сенімімізді ешқашан жоғалтпау керекпіз. Және оның ішінде қателік жасаған кезде өзінің қателігін мойындап, жаңағыдай келесі офицерге өзінің постын тастап кететін нағыз шынайы офицерлер ол жерлерде қызмет жасау керек деп ойлаймыз. Егер де халық полицияға сенбейтін болса, онда ол мемлекеттің болашағы бұлыңғыр. Ондай мемлекет болмайды. Тәртіп сақшыларына сенбей, жаңағыдай бейберекет, рахат, жақсы, керемет өмір сүретін. Тек біз оларға сенген кезде ғана біздің өміріміз тыныш болады, біздің ұйқымыз тыныш болады. Сондықтан сенімге секем түспеу керек, бірақ оны ішкі істер құрылымдары білу керек және сол сенімді ақтауға әрқашан тырысу керек. Сенім бар жерде әділетті қоғам болады дейсіз ғой? Дұрыс айтасыз. Жақсы, студиямызға келіп тұшымды ақпарат, салмақты сұхбат бергеніңізге үлкен рахмет. Бүгін бізде қонақта болған Алматы қаласы қоғамдық кеңестің мүшесі Дәурен Бабамұратов мырза болатын. Ақшам алаңында амандықта қауышқанша.